барлық радикалды және ислами топтар ортақтаса келе қарсылық білдіретін бір түсінік бұл зайырлық түсінігі. Зайырлық дегеніміз бұл мемлекеттің дін ісіне араласпауы және діннің мемлекет ісіне араласпауы. Яғни мемлекет тарапынан кез келген діннің бір доктринасына, сенім жүйесіне өзінің үстемдігін жүргізе алмайды. Және осыған сәйкес дінде мемлекеттік құрылымға, мемлекеттік басқару жүйесіне діни доктринаны, діннің негіздерін, үкімдерін кіргізе алмайды. Осы себеппен радикалды діни топтар зайырлы принципке қарсы болып келеді. Себебі бұл топтар дінді саяси бір құрал ретінде қолданғысы келеді. Зайырлық дегеніміз бұл дінге қарсы немесе бір атеистік жүйе, бір ұстаным емес, қайта зайырлық барлық адамға дінді еркін ұстауға мүмкіншілік береді және бұл дінге қарсы емес, діннің қайта өміршеңдігін ұзартатын, өміршеңдігін күшейтетін бір жүйе деп айта аламыз.